тілінде, қазақшада да осындай, қазақшада да бар. Дан бері, тан бері, дән бері, тән бері деген тілдік құрылымдар бар. Біз данды білеміз. Бұл данден бізде шығыс септіктің жалғауы. Сонда енді бері деген сөзді көріп отырмыз. Қазақшадағы біз білетін бері. Бұл септеулік шылау. Шығыс септікті сөзбен тіркесетін септеулік шылау. Яғни оның алдындағы сөз, берінің алдындағы сөз шығыс септіктің жалғауы жалғанған сөз болады. Біз қазір бұны бүгінгі сабағымызда қандай мағынада қолданамыз? Бір құбылыстың, бір әрекеттің басталған уақытын және бір белгілі бір уақытта басталғанын, және мен бұны айтып жатырған дәл қазіргі уақытта әлде жалғасып жатқанын білдіру үшін пайдаланамын. Біз бұны қазір мысалдардан жақсырақ түсінеміз. Мысалға, 2 saatten beri konuşuyor. 2 saatten beri söylep dur. Saat. Ten негізі а бізде жуан. Біз егер ережені ойлайтын болсақ, онда тан алып келуіміз керек. Бірақ бұл сөз саат деген сөз жіңішке айтылатын болғандықтан жалғанатын жалғауда жіңішке дауысты дыбысы бар жалғау болады. 2 saatten beri konuşuyor. 3 günden beri bir şey yemedi. 3 күннен бері ештеңе жеген жоқ. 4 haftadan beri, 4 haftadan beri yoğun çalışıyoruz. Қатты немесе тығыз жұмыс істеп жатырмыз. 5 aydan beri, 5 aydan beri görüşmedik. 5 aydan beri көріскен жоқпыз. 6 yıl болсын. Yıldan beri Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de өмір сүріп жатыр. Бұл жерде біз саат дедік, сағат, күн, hafta, ай, yıl, жыл деп уақытты білдіретін сөздермен дан бері, тан бері тілдік құрылымын пайдаланып, бір кездері басталған және осы күнге дейін жалғасып жатқан әрекеттерді, құбылыстарды айтуға айттық. Осыны дантен бері, тантен берінің орнына түрік тілінде дыр, дир, дур, дүр, тыр, әрине фыстықшы шағаптан кейін тир, тур, түр жалғау арқылы да айта аламыз біз бұны. Яғни дан бері, тан беріні алып тастаймыз. Оның орнына тұр, дир, тур, түр, түр. Мысалға, жаңа не дедік? 2 saatten beri дедік, олай болса 2 saattir. Жаңа айттық, saat жіңішке айтылады деп, сондықтан 2 saattir konuşuyor. Saatten beri деген жоқпыз, 2 saattir konuşuyor. Ықшамдалған варианты деп айтайық, немесе бұл қазақшада жоқ. 3 gündür bir şey yemedi. Gün болғандықтан gündür dedik. 4 haftadan beri yoğun çalışıyoruz. 4
haftadır. Yoğun çalışıyoruz. Çalışıyoruz. 5 aydan beri görüşmedik dedik. Olay bolsa 5 aydır görüşmedik. 6 yıldan beri Türkiye'de yaşıyor. 6 yıldan beri Türkiye'de ömür sürüp жатыр. 6 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Bu jerdegi söylemlerдің arasında ешқандай ayırmaşılık жоқ. 2 saatten beri konuşuyor, 2 saattir konuşuyor. 3 günden beri 3 gündür. 4 haftadan beri 4 haftadır. 5 aydan beri 5 aydır. 6 yıldan beri 6 yıldır. Kitaptағы мысалға қарайық енді жаттығуға. Kız konuşmaya yarım saat önce başladı ve hala konuşuyor. Kız сөйлесуді жарты сағат бұрын бастады және әлі сөйлесіп жатыр. Біз бұны қалай айтамыз? Бұл жерде екі сөйлем бар. Екі жай сөйлем. Бірінші сөйлеміміз kız konuşmaya yarım saat önce başladı. Екінші hala konuşuyor. Әлі сөйлесіп жатыр. Екеуі екі сөйлемнен құралған күрделі сөйлем. Біз бірақ бұны ve демей-ақ ықшамдап айтатын болсақ, kız yarım saatten beri telefonla konuşuyor. Kız жарты сағаттан beri telefonda сөйлесіп тұр. Тура осы сөйлемді бірдей kız yarım saattir telefonla konuşuyor. Yani мына жердегі тир деген вариант жоғарыдағы тән беріге қарағанда ықшамдалған, айтуға оңайырақ, тезірек. Çocuk 1 saat önce oyuna başladı. Bala 1 saat bұрын ойнай бастады ve hala oynuyor. Әлі ойнап отыр. Не деп айтайық? Çocuk 1 saatten beri ойнап отыр ғой, иә? Олай болса 1 saattir, saatten öyle beri deyik. Saatten beri oynuyor. Немесе çocuk ешқандай айырмашылық жоқ. 1 saattir oynuyor. 1 saattir oynuyor. Çocuk 1 saatten beri oynuyor. Çocuk 1 saattir oynuyor. İkisi birдей ma'na. Öğrenci sabah kütüphanede kitap okumaya başladı ve hala okuyor. Student tаңертең kitapxonada kitap o'qiy boshladi және әлі o'qib o'tir. Kim? Student. Öğrenci. Qachondan beri? Tаңертеңнен beri. Sabahtan beri kitap okuyor. Әрине біз бұл жерде ережеге сай айта аламыз, сабақтыр деп. Сабақтыр деп. Бірақ біз бұны қолданбаймыз. Сабақтыр kitap okuyor демейміз. Sabahtan beri kitap okuyor деп айтамыз. Мына дыр, дір, тірлерді, дыр, дир, тыр, тирлерді 2 күн, 5 сағат, қандай да бір санды белгілеп, ай, жыл, күн, апта, минут, секунд, соларды көрсеткен кезде біз дыр, дир, тыр, тир деп айтамыз көбінесе. Ал уақытты білдіретін қандай да бір сөз таңертең, кеш, кеше, бүгін, өткен жыл дейтін болсақ, онда дан бері, тан beri деп айта аламыз. Enes babasına son mektubu 2 ay önce yazdı ve daha sonra yazmadı. Enes әкесіне соңғы хатын 2 ay бұрын жазды және одан кейін жазған жоқ.
Enes babasına babasına 2 aydan beri aydan 2 aydan beri mektup yazmadı. Enes әкесіне 2 aydan beri хат жазған жоқ. Enes babasına 2 aydır mektup yazmadı. Бірдей нәрсе, мағына жағынан бірдей сөйлем.